So we need to wait before this value goes below 70 degrees Celsius. So the next step, when we open the door, we don't open it fully, but just a little bit. Кузбаев университетінің студенттері қосымша HD принтерінің озық технологияларын меңгерудің бірегей мүмкіндігіне ие болды. HBD 350 өнеркәсіптік HD принтер арқылы авиация, ғарыш өнеркәсібі, машина жасау, мұнай-газ саласы, медицина, металлургия және басқа салалар үшін селективті лазерлік балқыту әдісімен күрделілігі мен дәлдігі жоғары металл бұйымдарын жасап шығаруға болады. Сегодня мы приехали в Североказахстанский университет имени Казыбаева. Біз Қазақстандағы алғашқы өнеркәсіптік 3D принтерді жеткізу үшін Солтүстік Қазақстан университетіне келдік. HBD принтері тек ғылыми зерттеу жұмыстары үшін ғана емес, сонымен қатар шағын және ірі партиялар қажет болатын ірі өндірісті өнеркәсіптік қолдану үшін де қолданылады. Ең бастысы жүйе толығымен автоматтандырылған. Біз үлкен өлшемді модельдерді үздіксіз басып шығара аламыз. Тот баспайтын болаттан ғана емес, алюминий сияқты реактивті металл ұнтақтарынан да басып шығаруға мүмкіндік береді. Бұл жабдықты серіктес ретінде Top HD Shop компаниясы жеткізді. Мамандар бір апта бойы профессорлық оқытушылар құрамын аддитивті қондырғылар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануды үйретті. Олар сертификаттау мен емтихан тестілеуінен сәтті өтіп, енді өз тәжірибесін басқа мамандармен бөлісіп сертификаттай алады. Бұл зертханада көлік және машина жасау кафедрасы мен энергетика және радиотехника кафедрасының студенттері үшін сабақ өткізіледі. Біз өнімнің жылдам прототипін үйренеміз. Бұл жабдықтың ерекшелігі студенттер дайын бөлшектерді ала алады және оларды модельдей алады. Олар өздерінің барлық жобаларын жүзеге асыра алады. Принтер арқылы басып шығарып, бірқатар эксперименттер жасай алады. Бір апта ішінде біз машинаға қызмет көрсетуден бастап, 3D басып шығару жабдықтары бойынша толық оқу курсынан өттік. Яғни біз оны толығымен қарастырдық. Жұмыс кезінде қажет барлық элементтерді және қызмет көрсету кезінде қажет барлық элементтерді қарастырдық. Өндіріс процесі қабаттан қабат қосу арқылы электрондық модельден физикалық объектіні, яғни металл бөлігін жасауға негізделген. HBD 350 HD принтерін ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстар үшін пайдалану жоспарлануда. Что важно еще отметить? Бұл тек 3D металл принтер емес, бұл көп компонентті жүйе. Біз металл бойынша 3D принтерді тазалау жүйесін көреміз. Артқы жағында бізде үздіксіз жұмыс істейтін ұнтақ беру жүйесі бар. Сондықтан біз жабдықты тоқтатпай жұмысты үздіксіз жүргізе аламыз. Салқындату жүйесі бұл жабдыққа көбірек қызмет етуге мүмкіндік береді. Біздің тәжірибемізде орташа лазерлер шамамен 10 жылға дейін қызмет етеді. Соның арқасында өндірісте де қолданылады. Сабақ барысында болашақ инженерлер жаңа техникамен танысты. Зертханада магистранттар мен докторанттар да білім алатын болады. Дана Асылханқызы, Первый Северный телеарнасы.